Бүгін сіздермен сайттан билет алып үйренетін боламыз. Ол үшін теміржол билет деп жазып, міне bilet.railways.kz деген сайтқа кіреміз. Кіргесін мына жерге қайда баратынымызды, қай жерде түсетінімізді жазамыз. Таңдаймыз, яғни станциямызды. Және қай күні жүретінімізді бәрін таңдаймыз. Іздеуді басамыз, яғни роботқа галочка қоямыз міндетті түрде. Міне іздеуді басқасын қарайық, яғни роботты басамыз. Енді мына жерде бізде тек купе қалған, плацкарт жоқ екен. Сол себепті мен купені таңдаймын. Міне вагоннан өзімізге лайық орындар таңдап аламыз. Мына қызылдар бос емес, көктер бос деген мағынаны білдіреді. 18-дің үстін басып таңдаймыз орнымызды. Личный кабинетімізге кіреміз міндетті түрде. Енді қарайық, міне мұқият тексеріп аламыз алған орнымызды, вагонымызды. Енді мына жерге өзіміз жайлы мәліметті толтырамыз. Менде бұрын билет алып жүргесін барлығы сақталып тұр, яғни автоматически толтырылып жатыр. Қарап алсаңыздар болады. Бәрін жазып болғасын, ең астына түскенде для подтверждения согласия установите деген галочка қойып купитті басамыз. Міне барлық мәліметімізді дұрыстап тексереміз. Енді ең астына түсіп, билеттің бағасын төлейміз. Ол үшін Каспиге кіріп төлеуге болады. Ол жайлы видео тастап кететін болам. Каспиден қалай төлеу керектігі жөнінде видео салатын болам. Төлегесін обновить етеміз жоғарыдан. Обновить еткесін мына жерде кабинет деген жерге барамыз. Заказы. Мына заказы төледік. Міне Атыраудан Ақтөбеге билет алынған PDF немесе фото түрінде алуға болады. Ал егер сізге билет керек болмаса, вернуть билет деп басамыз.